Сәлеметсіздер ме? Мен Сәриева Әсеткүл. Бүгінгі видеода әйелдер не себепті бала көтере алмайды және бала көтере алмаудың анықтау жолдарын айтып өтетін боламын. Әйелдердің бала көтере алмауы. Бірінші, көбінесе 20-40 жас аралықтарында әйелдер бала көтере алмайды. Себебіне келер болсақ, себептері өте көп. Үйленген жастар балалы болардан бұрын тексерістен өткен дұрыс. Үйленген жастарда бала түсіп қалуы өте көп кездеседі. Оның себептері қанда, жыныстық мүшелерінде инфекция болған жағдайда түсікке әкеп тірейді. Сондықтан алдын ала қаралып, емделу керек болады. Балалы болу екі жақтың да себептері болады. Жастар осыны ескеру керек. Менің көп жылдық еңбек тәжірибемде осы айтылғандардың барлығы кездескен жағдайлар. Енді сол тәжірибемді сіздерге айтып берейін деп отырмын. Одан бұрын басқа аурулармен күресу жолдарымен бөлісетін менің басқа да видеоларымды жіберіп алмау үшін менің YouTube каналыма подписаться тетігін басып жазылыңыздар. Жаңа пайдалы видео шыққанда өткізіп алмас үшін қоңыраушаны да басып қойыңыз. Көп адамдар менен сұрайды, үй жағдайында емделуге бола ма деп. Мен болмайды деп жауап берер едім. Өйткені өзімнің тәжірибемде осы емдеу жолдарын әркімнің диагнозына қарай емделінеді. Бірінші, гормонның дұрыс жетілмеуінен зоб ауруымен ауырған жағдайда. Екінші, басымен құлап, жас кезінде білмей, бастың гипофизіне әсер еткен жағдайда ұрық бөлінуі, жатырдың өспей қалуы жиі кездеседі. Ерте жыныстық жағдайға түсіп, инфекциямен ауырса да, ұрыққа жұмыс істеу процесін төмендетіп жібергенде, ұрық өтетін түтікшенің жабылып қалуы, жатырдың қисаюы, қабынуы, етеккірдің уақытысында келмеуі, сол сияқты көптеген аурулардан бала көтере алмайды. Миома, киста, операция жасалған жағдайда, эндометриоз болған жағдайда спайка болуы да көп кездеседі. Тексерілгенде де дұрыс тексерілмей диагнозын анықтамай қалуы да жиі кездеседі. Мен айтар едім, алдымен қан тапсырып, инфекцияның бар жоғын білу керек. Екінші, жатырдың ішін тексеріп, аздан соң ұрықтың қаншалықты бөлінуі керек, овуляция деп айтады. Гормондарын тексеру керек. Ең соңында ұрық жүретін түсікшілердің ұрық жүру жолдарын анықтау керек болады. Осы анықтаудан өткен соң барып, қандай диагноз қойылғанына байланысты ем жүргізу қажет. Кейде емделгеннің бәрі дұрыс бола тұра бала көтере алмай қоятын кездер болады. Ал ол кезде психологиялық түрде түп сананы, яғни миды, ойды дұрыстау керек. Өзіңменен күресу қажет болады. Бұл процеспен медитация жасап, тіптен өзіңді өзің шығара алмасаң, психологқа барып емделу керек. Ал әйел адамда бәрі дұрыс бола тұра бала көтермей қойса, жолдасын, яғни күйеуін тексерістен өткізу керек. Ер адамдарда ұрық дәрежесі төмен болатын жағдайлар өте көп. Мысал келтіретін болсам, ангинамен, тамақтағы бездің мойын безі құлаққа дейін ісіп кетеді, свинка ауру деп айтады. Қазақша шошқа ісігі деп айтылатын аурумен ауырған балаларда, ұрықтың өліп қалуы, бруцеллез ауруымен ауырған балаларда өсе келе ұрық болмай қалуы көп кездеседі. Сондықтан ер адамдарда тексеріліп қаралған дұрыс. Осыдан 7 жыл бұрын кездескен қызықты жағдайды айтып келіп отыр. 3 айлық жүкті келіншек дәретке отыра алмай, іші 3 айлық емес, 6-7 айлық жүктіліктей болып үлкейіп кеткен. Гинекологқа барса, анализ тапсырған соң урологқа жібереді. Әрине, анализ дұрыс емес. Ал уролог гинекологқа жібереді. Баланы алып тастау керек дейді. Болмаған соң маған келген екен. Мен зәр шығаратын түтікше арқылы 3 литрге жуық зәрін шығарып, қазақша емге жүгіндім. Өйткені оны өте қиын жағдайда. Құрқылтайдың ұясы деген болады. Сол құрқылтайдың ұясын қуығы зәр шығаратын жерге бастырып қойып қойдым. Сөйтіп, 2 күнде өз бетімен зәр шығара бастады. 15 күндей салып жүріп, таза айығып, қыз бала босанып алды. Арасында осында емделген уақытта болды. Балалы болу үшін барлығын қолданып көру қажет. Әрине, зиянсыз, көңілге қонымды емді пайдалансақ болады. Әр отбасында баланың күлкісі болып, ана, әке атанғандарыңызға тілектеспін. Сіздерге осы айтылғандарым ұнаса, жазылып, лайк басып, сұраңыздар, жауап беремін. Егер де бедеулікке, бала көтере алмауға өзіңіздің сұрақтарыңыз бар болса, осы видеоның астына WhatsApp сілтеме қойып қойдым. Сол сілтемені басып, WhatsAppқа маған сұрақтарыңызды қойсаңыз болады. Мен сіздердің кез келген сұрақтарыңызға жауап беруге дайынмын.